Сәлем достар, бүгін құрамында жұмыртқасы жоқ майонез жасаймыз. Ол үшін бізге жасыл консервідегі горохымыздың суы қажет. Суын бөлек алып, үстіне тұз, қантымызды және горчицамызды қосамыз. Осы массамыздың үстіне 1 шай қасық 9% уксусымызды қосамыз. Майонезіміздің толық рецепті описание бөлімінде тұр. Және барлығын блендерлейтін боламыз. Массамыз кішкене ағарғанша блендерлеп аламыз. Ағарғаннан кейін үстіне сұйық майымызды қосып, тоқтатпай 2 минут блендерлейміз. Видеода көріп тұрғаныңыздай аппақ қою масса болу керек. Біздің жеңіл, тез дайын болатын майонезіміз дайын болды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бұл майонезді әртүрлі жеңіл салаттарға қолдануға және пиццаға қолдануға таптырмас майонездің бірі. Үй жағдайында өзіңіз химикатсыз жасауға болады.